Ассаламалейкум қыздар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен осындай сіздерге электронды лекалалар туралы айтқым келіп тұр, қалай құрастыруын көрсеткім келіп тұр. Бірінші беті бізде осылай тұрады, осыған қарап құрастырамыз. Яғни менде мына соңғы парақтары артық, оны кейін алып тастаймын. Мыналарды осы 16-шы бетке дейін құрастырамыз. Яғни үстінде 4 қатар, 4 А4 бумага тұрады, астыға қарайда 1, 2, 3, 4 А4 бумага тұрады. Осылай біз құрастырып шығуымыз керек. Ол енді төмен жағында да жазылып тұрады. Мына жерде міне 1-1 деп тұр. Мына жерде жазудан онша көрінбейді. Екіншісін көрсетейін. Мына 1-2 жазылып тұр. Осылай жазылып тұрады. Мынау 1-1 деген бірінші қатардың бірінші қағазы. 1-2 деген бірінші қатардың екінші қағазы. Сосын мына 1-3 тұрады. 1-3 бірінші қатардың үшінші қағазы деген. Енді тек бізге осы жерде мынандай бұрышында қайшының суреті тұрады. Осылай осы жерді қиып алып тастауымыз керек болады. Міне бас жағына дейін қиып аламыз. Тура осы сызықтың бойымен қиып алып тастаймыз. Және мынау лекаламыздың жанында клейлеуге арналған кішкене сызығымыз бар. Осы жерге клейді жағып жабыстырамыз. Тура сызықтарына келтіріп жабыстырып шығамыз. Енді 1-3 деген қағазды аламын. Тоже міне 1-3 деген қағаз. Мына жағын қиып тастаймын. Және тура осы жерге жабыстырамын. Сызықтарын және мынау үшбұрышты стрелкаларымыз бір-біріне тура келуі керек. Мінекей. Енді 1-4-ті аламын. Бізде осы 4 қана бет, бірінші бетте, бірінші қатарымызда. Яғни бірінші қатардың соңғы қағазы. Мына жерге жабыстырамыз. Міне бірінші қатарымыз дайын болды. Енді екінші қатарымызды қиямыз. Мінекей. Екінші қатарда 2-1 деп тұрады. Екінші қатардың, міне екінші қатардың бірінші парағы. Және мына жақта 2-2 деп тұрады. Ол екінші қатардың, мінекей, екінші қатардың екінші қағазы. Екінші болып тұрады бұл. Осылай 2-3-ті жабыстырамыз, сосын 2-4-ті. Үшінші қатарда 3-1 деп тұрады. Ол үшінші қатардың бірінші қағазы деген сөз. Солай бәрін жабыстырып шығамыз. Міне бұнда осы үстін ғана қиямыз. Қайшы бізде үстіңгі жағында ғана тұр қайшының суреті. Астындағы осы бізге клейлеуге тұрған бос жеріміз бар. Сол жерге жабыстырамыз. Мінекей сызықтарына келтіреміз. Мына екі бұрыштар бір-біріне келіп ромбик болды. Енді мына екінші қатарда, мына жоғар жақта да қайшы тұр. Мына сол жақ бұрышында да қайшы тұр. Біз, значит, бұны осылай қиып тастаймыз. Осылай қию керек деп бізге суреттен көрсетіп тұр. Осылай қиямыз.
және мынадан былай қию керек деп суретте осылай көрсетіп тұр. Осылай қиямыз. Енді екі жағына да клей жағамыз. Мына жаққа да жағамыз клейді. Мына жоғары жаққа да жағамыз. Мына бұрыштарға келтіремін. Мына ромбик болып шығуы керек бізде. Және мына жақта да бәрі орындарына келіп тұруы керек. Мінекей. Осылай жабыстырамыз. Шалбарымыз құрастырылып келе жатыр. Осылай енді 2-2-ні жабыстырамыз, сосын 2-4. Астыңғы қатарға мына жаққа 3-1, 3-2, 3-3, солай 4 қатардың бәрін жабыстырып, құрастырып аласыздар. Қыздар, қараңыздар, менде дайын. Мынау артқы бөлік шалбар, иә. Мында менде белдігі, пояс. Мынау уже менде алдыңғы бөлік. Бәрін құрастырып алдым. Енді қиямыз. Қыздар, шалбарымыздың белдігі, мынау бізде артқы бөлігі, мынау бізде алдыңғы бөлігі. Бәрі дайын болды. Енді матаға қойып, сызып, тігіп кие бересіздер.